Абай атамыз айтады ғой, сен оны түзеу үшін сен жаңа таяқпен де түзеуге болады дейді. Сен оны оқысаң, талпынсаң, сен түзелесің. Біз өзім оқымаймыз, тоқымаймыз. Сол жаңа абай айтқанда, Нұрсұлтан ұстаз Досмағамбет айтады, жақсы уағыздар насихат тыңдап отырсақ, ер адам дейді, көп сапарға шығу керек дейді. Сапарға шықпаса ер азамат дейді, мынау ойы өрісі дейді, ауылдан шықпай қалады дейді. Тек бір нәрсе айта береді, шашатып жібереді. Сапарлап шыға берсе, бір жерге шыға берсе, ой өрісі көтеріледі. Сосын үйде ұсақ түйекке қарауға да уақыт болмайды да, былай айтқанда. Үйде көп отыра беретін адам негізі ұсақ түйек зат байқап қала береді. Мына зат неге қозғалып кеткен, мына зат неге бүйтіп кеткен, сапарға шығып, басқа шаруалармен орталығымен жүрсе, онда ол фитна болмайды. Ер азаматқа бүкіл маңызды бұл жерде берген саған қамшын босқа бермеді ғой қазақтар. Қамшын босқа бермеді. Сен бұны ұстап тұрған сен тірегісің. Сол себептен сен дамысаң, қалған отбасың дамиды. Өзің дами алмасаң, әйел дамиды дегенге сен басып та бересің.